Бұл қимылды сіз бірнеше рет көрген шығарсыз. Қол жилеттің ішіне жасырылған. Әскери көшбасшылардан бастап барокко дәуірінде суретшілерге дейін бұл жай ғана кездейсоқ поза емес. Бұл бүтін бір дәуірдің мәдени коды. Неге бұл танымал болды? Және бұл қимыл шын мәнінде нені білдіреді? Алдымен бірнеше ғасыр артқа оралайық. 18 ғасырда Еуропада ерлер сәнінің жаңа стандарты пайда болды. Жилет. Сән салтанат пен әлеуметтік мәртебенің белгісі. Бірақ жилеттің ішінде жасырылған қол одан да маңызды болды. Бұл қимыл ежелгі дәстүрлерге негізделген. Мысалы, ежелгі Грецияда мүсіндер жиі ораторларды қолын көкірегіне қойып бейнелеген. Бұл шынайылық пен ізгіліктің символы болатын. 19 ғасырда бұл қимыл билік пен бақылаудың символына айналды. Наполеонға қараңыз. Бұл жай ғана ыңғайлы поза емес, бұл ұстамдылық пен абыройдың белгісі еді. Ғасырлар өтсе де, бұл визуалды символ ретінде өз күшін сақтап қалды. Кинорежиссерлердің фильмдерде осы қимылды жиі қолданатынын байқадыңыз ба? Ол бірден билікті еске түсіреді. Алғашында бұл қимыл элитаның символы болғанымен, бүгінде ол мүлдем өзгерді. Сәнде оны классикаға сілтеме ретінде қолданады, ал интернетте әзілдің бір бөлігі ретінде. Бұл қимыл тек билік туралы емес, ол әмбебап визуалды тілге айналды. Бұл позаға қайта қараңыз. Бұл жай ғана бір қимыл, бірақ оның артында қаншама тарих, символдар мен мағыналар жатыр. Жилеттің ішіне жасырылған қол бұл ежелгі дәстүрлерді, саяси үгіт-насихатты және заманауи мәдениетті байластыратын көпір. Келесі жолы оны портретте көргенде ойлануға тырысыңыз. Бұл қимыл қандай оқиғаны жеткізгісі келеді?